Баршаңызға сәлем. Қазіргі кезде көп адамдардың проблемасы арықтау, іштегі майды қалай кетіру болып табылады. Арықтау үшін қандай тағамдарды жеу қажет? Бүгін мен ең жақсы топ өнімдерді айтатын боламын. Ең бірінші өнім ол гречка, қарақұмық. Танымал жармалардың бірі, себебі оның құрамында қоректік заттар бар және ұзақ уақыт бойы тоқтық сезімін береді. Сондықтан көп адамдар арықтау үшін оны менюға қосады. Қарақұмық ақуыздың, күрделі көмірсулардың көзі болып табылады. Құрамында калий, темір, тиамин, К6 және В6 деген витаминдері бар. Екінші өнім ол жұмыртқа. Әлемнің көптеген елдерінде өте танымал таңғы ас. Себебі бағасы қолжетімді және тез дайындалады. Сонымен қатар жұмыртқа арықтауға көмектесетін өнімдердің бірінші орынға қойсам қателеспеймін. Жұмыртқада ақуыз көп. Жұмыртқа метаболизмді жүргізуді тездетеді және онда барлық маңызды амин қышқылдар бар. Менюға жұмыртқаны қосу өте оңай. Қуырылған жұмыртқа, омлет, көкөністерден омлет жасауға болады, немесе суда қайнатсаңыздар болады. Таңғы аста сэндвичке, салаттардың ішіне, перекусқа да қосса болады. Үшінші өнім ол тауықтың төс еті. Арықтауға арналған ең жақсы тағамдардың бірі болып саналады. Оның құрамында көмірсулар аз және ақуыз көп. Тауықтың төс етінде көптеген В тобының минералды қосылыстары бар. Кальций, молибден, фосфор, натрий, магний, темір және тағы басқалары. Неге көп адамдар тауық етінен арықтайды деген сұрақтар туындауы мүмкін. Тауық еті адам ағзасына жақсы сіңеді. Егер майсыз сиыр етімен салыстыратын болсақ, тауық етінде ақуыз көбірек. Тауықтың төс етін буға немесе пеште пісірген пайдалырақ болады. Егер де көп мөлшердегі майға қуыратын болсаңыздар, онда әрине арықтау процесін ұзартады. Тіпті салмақ қосуға септігін тигізеді. Төртінші өнім ол сүзбе. Өте дәмді және пайдалы. Өзінің құнды құрамының арқасында жиі медициналық және диеталық тамақтанудың негізіне кіреді. Оның құрамында ағзаға қажетті макро және микроэлементтер, амин қышқылдар, В2 және В12 дәрумендер бар. Сүзбе зат алмасуды қалыпқа келтіруді, бұлшық ет массасының өсуін тездетеді. Сүзбеде кальций көп. Жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Және бір күндік норма 200 граммнан аспау керек. Тек қана сүзбеден шаршасаңыздар, онда оның қасына бал, джем, қаймақ, жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Бірақ сүзбе көп адамдарға жаға бермейді. Кейбір адамдарда аллергиялық реакция, жеке төзімсіздік, яғни непереносимость болуы мүмкін. Ол адамдар сүзбені қолданғаннан кейін іштері ауруы мүмкін. Ондай жағдайда сүзбені менюға қосуға болмайды және одан бас тартқан дұрыс. Бесінші өнім ол грек жаңғағы. Көптеген адамдар бұл тағамнан қашады. Ол жоғарғы калориясы бар тағам, 100 граммда 654 калория бар. Бірақ бұл өнімді менюға дұрыс қосатын болсаңыздар, арықтауға да болады. Құрамында кальций, калий, темір, фосфор сияқты минералды элементтердің жиынтығы бар. Сонымен грек жаңғағында ақуыздар, клетчатка, көмірсулар, пайдалы майлардан тұрады. Арықтау өте оңай, тек шыдамдылық және еңбек қажет. Ал сіздерге сәттілік тілеймін.